Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен французша ет деп аталатын тез әрі оңай дайындалатын тағамның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін асықпай көріңіздер. Ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біз алдымен аршып, жуып, тазалап алған картопымызды өткіштен өткізіп аламыз. Сосын пиязды да майдалап, ұсақ қылып турап аламыз. Ет бұл жерде менде піскен ет. Бұл бәрімізге таныс жағдай деп ойлаймын. Өйткені қонақ келеді, қонаққа ет асамыз. Одан осындай туралған еттер асып қалады. Сол кезде бұл тағам сізге таптырмайтын, тойымды, тез дайындалатын тағам болып есептеледі. Енді осы етті де ұсақ қылып турап аламыз. Піскен ет емес, фарш немесе тауық етін қолдануыңызға да болады. Бастысы тез пісетін болса болғаны. Енді ірімшігімізді де өткіштен өткізіп дайындап аламыз. Туралған пиязға майонез қосып араластырып аламыз. Фольга төселген қалыбымызға картопымыздың жармысын салып, оған аздап тұз және бұрыш қосып араластырып аламыз да, үстіне жаңағы араластырылған пияздан 1-2 қасық қосып бәрін бір текелкі қылып жаймалап аламыз. Енді осының үстіне туралған етіміздің бәрін саламыз. Оған тұз қосудың керегі жоқ, өйткені ол тұздалған піскен ет болғандықтан мен еш нәрсе қоспадым. Енді оның үстіне картоптың қалғанын және араластырған пиязымызды түгелдей салып, бәрін дұрыстап жаймалап шығамыз. Сосын оны 180 градус қыздырылған духовкада картопымыз әбден езіліп піскенге дейін ұстаймыз. Мінекей 25 минут өтті. Енді оның үстіне туралған ірімшігімізді салып, оны тағы да 5 минутқа духовкада пісіріп аламыз. Мінекей асымыз пісті. Енді оны бөліктерге бөліп, бір бөлігін бір порция ретінде ұсына беруіңізге болады. Өте тойымды әрі тез оңай дайындалатын тағам. Астарыңыз дәмді болсын. Тағам ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар және каналыма жазылып қойыңыздар. Алда тағы көптеген тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын.